Енді тағы да бір арандатушы бауырымыз бар, бірақ енді арандатса да, енді ойы жаман деп ойлаймын жалпы. Бірақ бір сұрақ қойған өткен күні. Мен сол сұраққа жауап беруді жөн көріп отырмын. Ә, Шынымды айтсам, өйткені өте негізі көкейде тұрған сұрақтардың бірі болуы мүмкін осы сұрақ ше. Өтініш Оғыз мырза депті. Бұл Ау Аса деген бір түрлі бір никнеймі бар арандатушы бауырымыз. Мен енді осы сұрақты оқығанда мен кішкене реніші бар адам деп ойладым да. Бірақ та шынымен де басқа қалдырған пікірлеріне қарағанда арандату мақсаты бар адамдардың бірі, бірақ та қойған сұрағы өте орынды. Мүмкін сіздер де соның жауабын білгілеріңіз келіп отырған шығар. Өтініш Оғыз мырза, енді жалғыз осы жерде маған мырза деп айтқан шығар, басқа пікірлерде жаман сөздер айтады. Сізге менің де бірнеше сұрақтарым бар, міндетті түрде жауап беріңізші. Бір, сіздер не үшін түркілердің біріккенін қалайсыздар? Бұл сұрақ тек түрік халқына қойылады. Бұның артында не мақсат тұр? Түркілерсіз де Түркия айтса айтқандай Ресейді бүкіл Еуропаны алып ұратындай алпауыт күшке ие мемлекет емес пе? Түркия үшін түркі мемлекеттерінің саяси және экономикалық жағынан ешқандай маңызы жоқ, яғни керегі жоқ емес пе? Біріншіден, өкінішке қарай, бауырым, Түркияның түркі бірлігі деген бір ой жоқ. Енді мүмкін ренжисіздер маған. Бірақ ондай ой жоқ. Біздің Түркиямыздың билігін мен мақтан тұтамын Түркиямды. Бірақ жалпы Түркия мемлекетінің түркі бірлігі деген идеясы жоқ. Бұны сен қайдан шығардың біріншіден? Мен неге түркі халықтарының елдерінің көшбасшысы Қазақстан болу керек деп мен 1000 рет, 10.000 рет неге айтып жүрмін? Әрине қазақ халқы бүкіл түркі дүниесінің көшбасшысы болады. Мен осыған сенбеймін. Мен осыны білемін. Сол үшін Түркиядан келген ағаларыңыз қазақшаны неге қорғайды? Неге қорғау керек? Сол үшін қорғайды. Мен көшбасшы боламын. Өйткені қазақ тілін біз бүгін қорғаса, ертең алып мемлекетке айналатын Қазақстан ертең туа тілін қорғайды. Ертең ноғай тілін қорғайды. Сол бодандықта езіліп жатқан, қиналып жатқан құлық тілін қорғайды, татар тілін қорғайды, башқұрт тілін қорғайды, Қазақстан қорғайды бәрі. Өйткені Түркия Республикасының түркі бірлігі деген бірінші орындағы мақсаты жоқ. Мемлекеттік саясаты түркі бірлігі емес біріншіден. Сол үшін мысал келтіріп кетейін, түркі кеңесі деген ұйымды білесіздер, иә? Сол түркі кеңесі Нахчыванда өткізілген бір түркілердің, түркі елдерінің саммитінде идеясы тасталған ұйым әлі құрылмай тұрғанда, о кезде Түркияның президенті Абдулла Гүл кішкене қалжыңдап тұрып былай айтады да, Назарбаев дейді, мен миымды жеді дейді. Сол енді күледі да, не қылып қалжыңдап ше, миымды жеді дейді, түркі кеңесін құрайық деп дейді. Көрдіңіз бе? Енді елбасын сіздер сын пікірлер айтуыңызға да болады, бірақ жалпы түркі кеңесінің құрылуында елбасының еңбегін ұмытпау керек. Ол түркі кеңесі бүгін бар болса, ол Қазақстанның арқасында пайда болған ұйым екен естен шығармау керек. Түркияға қалса, енді Түркия ондайды құрмайтын еді. Енді мен айтайын, сізге айтайын, ренжімей қойыңыздар. Я Түркияның бұлай ислам мемлекеттермен қарым-қатынасты нығайту, ислам бірлігін құру деген идеясы бар мемлекет деңгейінде. Бірақ түркі бірлігі деген идеясы жоқ, бауырым. Сен бұны қайдан шығардың? Түркі мемлекеттерінің қандай мақсат? Менің не мақсат көзде отырғанымды сұрайтын болсаң, мен өз жеке мақсатымды айтайын. Бауырдың бауырға бауыр болуының не мақсаты болуы мүмкін? Енді ойлаш, кішкене ақыл берді ғой Құдай тағала саған, иә? Кішкене ойланып көрші, бауырым.
мен тек қана түркілердің емес, менің қолымнан келсе славян халықтарында бірлігін құруға атсалысар едім. Мысалы үшін, славян халықтары біріксе, мен тек қана қуанамын. Тек қана қуанамын. Ойласаңыздаршы, бірлік болмаған жерде қандай ушу, соғыс болады, иә? Бір мысал келтіріп кетейін, Югославия деген мемлекет бар еді, естеріңізде ме? Оларды славяндар ғой. Югославияны құрайтын негізгі үш ұлт. Олар бошнактар, енді югославиялық мұсылмандар, екіншісі сырптар және хорваттар, иә? Сырптар мен мұсылмандар қалай соғысты кезінде геноцидтер жасады бір-біріне, білесіздер ме? Бірақ олар бір ұлт, бір ұлт. Тілдері, мысалы, хорват, сырп және бошнак тілдері ұқсас емес, бір тіл. Бірақ бір-бірлерін жек көреді. Бұл жақсы ма? Жақсы ма бұл? Мен қалар едім, славян халықтары да біріксін. Мен, мысалы үшін, орыс ағайындарға кеңес ретінде айтқым келер еді. Жан жақтағы басқа славян қандастарыңмен неге төбелесіп жатсыңдар, жындысыңдар ма? Енді Украина сендердің славян қандастарың ғой. Неге қас жауындай соларды қырып жатсыңдар? Не керегі бар? Польша неге Ресейді жек көреді? Мен жүрегім ауырады. Бұл Беларусь, Польша, Украина, Югославия қазір бөлінді ғой, Сербия, Босния, Болгария, бұлар бірігіп, бауырластықты нығайтып жүрсе, мен қуанамын. Енді бұнда не мақсат көздейсің? Сен ойлашы, бауырым, ойлашы. Біріккеннен кімге не зиян келіпті? Және бөлінгеннен адамға қандай пайда тиіпті? Мен славяндардың орнында болсам, мен славян болмасам да, мен қолына келсе, оларға көмектескім келер еді. Славян халықтар біріксін, бауыр болсын, бір-бірін жақсы көрсін, соғысты тоқтатсын, көмектессін, қиын күнде, жақсы күнде бірге болсын деп мен қалар едім. Мысал үшін, Құдай үшін ойланыңыздаршы, Солтүстік Корея мен Оңтүстік Корея бар, екеуі бөлінген бір ұлт. Сіз қаламас па едіңіз, екі ел біріксін? Қаламас па едіңіз? Бұнда не мақсат көздеп отырсың? Ойбай, бұлар бауыр ғой, бір ұлт қой. Неге бір-бірін жек көріп, екі мемлекет болып жүру керек? Мен өзім корейс болмасам да, мен корейстердің бір күні қайтадан бірігуін қалаймын. Мен жан тәніммен қалаймын. Үшіншісі, біздің балалық кезімізден бері біздің ең қатты ренжіп жүрген нәрсе Берлин қабырғасы деген қабырға бар дейді. Енді менімен жастылар және менен үлкендер жақсы естеріне түсіре алатын шығар деп ойлаймын. Қандай ұят еді, иә? Сол демократиялық Германия деп аталатын, сосын социалистік Германия деген екі мемлекетті бөліп қойған, және ортасында қабырға бар. Ол қабырға, коммунизм құлағаннан кейін, ол қабырғада құлағанда біз қандай қуандық? Біз неміс емеспіз ғой. Бірақ неге екі неміс халқының арасында қабырға болу керек? Неге? Көрдіңіздер ме, бауырлар? Бірігу жақсы нәрсе. Бауыр болу өте жақсы нәрсе. Бұл арандатушы бауырымыздың екінші сұрағы, осыдан 500 жыл бұрын Османлылар түркілерді неге біріктірмеген? Әлде түріктің бауыры екенін білмеген ба? Байқамаған ба? Тап сол заманда Еуропаны дүр сілкіндіріп тұрған Осман түркілерінде тұтас Орта Азияны жаулап алатын, біріктіріп жіберетін күш, қуаты, мүмкіндігі 100% болды емес па? Енді менің түсінігім бойынша сол заманда тойып кеткен түріктерге қазақтардың, өзбектердің, қырғыздардың мүлде қажеті болмаған, қарабасының қамын ойлап отыра берген түріктер. Міне, қайтадан айтайын, бұл бүгінгі Түркия Республикасының түркі бірлігі деген идеясы жоқ болса, Осман мемлекетінің де түркі бірлігі деген идеясы жоқ болды. Енді біз енді Түркия Республикасы Осман мемлекетінің жалғасы болғандықтан мен ешқашанда Осман мемлекетінің жамандағым келмейді, бірақ түркі ұлты Осман мемлекетінде мойындайық екінші сорт ұлт болды. Екінші сорт, өкінішке орай. Енді Сүлеймен патша, Сүлеймен Сұлтан сериалын көрдіңіздер ғой. Сарайда бірде-бір түрік жоқ. Мемлекет басында түркілер болмаған.
Осман мемлекеті арабтарға қызмет еткен, мешіттер, медреселер салған, түріктер тұратын Анадолуға бір мешітте салынбаған, білесіздер ме, Осман мемлекеті кезінде? Өйткені республика құрылғанша Анадолудағы түріктердің 70%-ынан көбі көшпелі болды. Біріншіден, енді өзбектер, басқа Азербайжандық ағайындар сияқты қалаларда өмір сүрген жоқпыз. Біз көшпелі болдық. Сол үшін бізді жабайы ұлт деп атап келді. Кім? Осман мемлекетінің өзі. Соны мойындайықшы. Енді Осман мемлекетінің көп жақсы жері бар, бірақ осына сынға тартатын жері бар. Енді өз нелерше азаматтары түркілерді екінші сорт ұлт деп көретін Осман мемлекеті қайдағы? Қазақ, өзбек, олардың басын біріктіріп, олардың қамын жейді деп ойлайсыздар, ол мүмкін емес қой. Енді осымен енді миды ойлашы, бауыр, миды қолданшы. Бұны саған бір естелікке берген жоқ Құдай. Сол миды, ақылды Құдай тағала ешкімге естелікке берген жоқ, қолдан деп берді. 3. Сіз ойлап қалмаңыз, тек түркі үшін түріктер ғана бас қатыру керек пе деп. Әрине, не үшін мен түріктерге өкпелімін, білесіз ба? Себебі түріктер таралғандықтан түркінің басын біріктіруге шамасы жететін жалғыз ел тек қана Түркия, ал Түркия қуатты тұсында түркілерді керек қылмаған. Ал енді Еуропа, ақш, Ресейдің ортасында жалғыз қалған Түркия түркілерді өзіне қосып алып күш алғысы келеді, дұрыс па дейді. Ой, налайын, Түркияның ондай мақсаты жоқ. Түркияның өкінішке орай түркі бірлігі деген идеясы жоқ. Бір. Осман мемлекетінде де ондай болмаған. Сол үшін мен қазақ халқына неге сеніп жүрмін? Қазақ халқы, қазақ мемлекеті міндетті түрде түркілердің басын қосатын жалғыз мемлекет болады. Сосын Түркия, енді Түркияда да иншалла Құдай қаласа, енді бізді талпынып жатырмыз ғой. Түркі бірлігі деген идея пайда болса да, болады деп ойлаймын мен. Болса да Түркия еш уақытта басқа түркі мемлекеттерін өзіне қосу деген ой болмайды. Ондай ой болғанда, болса енді болмайды ғой. Болса бірінші мен қарсы шығамын. Мен әрбір эфирімді қалай аяқтаймын? Тұран елі бір болсын, Қазақстан мәңгі жасасын деп аяқтаймын, я? Демек, түркі бірлігі болғанда да Қазақстан және басқа да түркі мемлекеттері толық тәуелсіздігін сақтау керек. Ешқашанда, мысал келтірейінші сіздерге, қарапайым. Мына қолды Құдай тағала бізге берген. Мына қолда 5 саусақ бар. Және біз осы саусақтар арқылы бір нәрсе ұстаймыз, тамақ жейміз, бір нәрсені құлпарамыз, я? Керек болғанда жұдырық болады осы қолымыз 5 саусақ бірігіп. Бірақ мысал үшін Құдай тағала бұны мысал үшін бір бүтін болып саусақсыз берген жоқ қой. Керісінше осында 5 саусақпен тұрғаны қолдың ол ыңғайлы да, ол ыңғайлы. Әр түрлі істі бітіруге, жұдырық болуға да, бір нәрсені ұстауға да осы 5 саусақтың бөлек тұрғаны. Бірақ байланыстар бар, көрдіңіздер ме? Сондай ыңғайлы. Түркі мемлекеттері бас қосқанда Құдай қаласа, осы саусақтар сияқты болады да. Саусақтар сияқты болады, өйткені әрбір саусақ тәуелсіз, бірақ керек кезінде бірге жұмыс істейтін, бірге жұмылатын, бір нәрсені алатын, бір жау болса оны жұдырғымен ұратындай қол сияқты болады да. Ал бұл жерде бір-ақ үлкен саусақ болса, ол еш пайдалы болмас еді. Сен олай ойлама, бауырым. Айналайын, тек қайтадан айтайын, Құдай тағала бұл бастың ішіндегі миды саған естелікке берген жоқ. Оны пайдалан, оны қолдан деп берді. Бұны естен шығарма, айналайын.